Қой бағамыз деп құлшынып келген жеріміздің аты Жіңішке, Ақсуат ауданының ең шеті. Одан әрі Аягөз ауданының Тарбағатай шаруашылығы басталады. Жіңішке атауы саңлақ ақын Қадыр Мырзалидың Ақсуатқа арналған атақты өлеңінде аталатын. Кірер жері Жалпақта, шығар жері Жіңішке. Ақсуаттың қонағы мас болады түгішпей. Екі жер атауы да әлі күнге сақталған. Көкпекті мен Зайсан арасын жалғайтын шығыс айналма жолынан Ақсуатқа қарай бұрылсаңыз, Жалпақ деген жерден өтесіз. Ақырында Аягөзді бетке алып, Боғаз Қарағанды жолымен қайтсаңыз, ең соңында Жіңішкеден өтесіз. Шабыты шарықтап тұрған шақта Ақсуатты армансыз аралаған ақын Жалпақ пен Жіңішке ұғымдарын қазақтың қонақжайлылығын байқату үшін алған шығар. Логикалық жағынан сай келумен қатар, жағрапиялық жағынан үйлесуі керемет. Бұл Жіңішкеде совхоздың қырманы бар екен. Қыс бойы жалғыз үй қарауыл отырады. Көктем шыға тірлік қайнайды. Өйткені шаруашылық егін салады. Күзге қарай оруға келеді, суарылмайды. Қыста қар қалың болып, жазда жаңбыр жақсы жауса, егін шығуы да мүмкін. Мұндайда тәуекелді егіншілік дейтін көрінеді. Қой баққан кезден кейін қаншама жыл өткенде байыптадық. Жіңішке егін салуға мүлде қолайсыз алқап. Жері құнарсыз, тастақ, ойлы қырлы. Бірақ кеңестік жоспарлы экономика оған қарасынба. Ленин жолы совхоз бойынша пәлен гектарға егін егілсін деген тапсырма бар. Өсе ме, өспей ме, бәрібір. Сол пәрмен бойынша қой мен жылқыны жайылымынан айырып, егін салған түрлері. Кейін ессіз танаптың бәрі қап-қара аңыз боп әдіре қалды. Арамшөп басып кетті. Не бұрынғы селеуі, не кейінгі бидайы жоқ даланың обалын кімнен сұрарсың? Селеу қазақ даласының ерекше шөбі. Маусым айына қарай үкісі ағарып, бүкіл дала теңіздей толқитын. Әр төбенің басында қарауытып тұрған тас молалар алып айдында жүзіп келе жатқан кемедей болып көрінеді. Тас молалардың төбесіне қойылған ақ тастар кеменің желкені іспетті. Ата-бабаның қорасы сақталмаса да, моласы сақталғаны ғажап. Жұмекен Нәжмеденовтің Ақ шағыл кітабын қой бағып жүріп оқығанбыз. Романда жұртшылық жабылып, Қуантай қарттың моласын салатын тарау бар. Әсіресе құрдасы Әжімгерей шал білек түрі кірісетін еді. Автор сонда қазақтардың тірілер тұратын үйден гөрі өлілер жататын мазарда асқан жауапкершілікпен тұрғызатынын жазған. Қазақ даласының сонау батысында жазылған жағдай ең шығысында жатқан біздің ауылдағы болмыспен бірдей. Қазақтың тұтастығы осыдан аңғарылмақ. Айырмасы онда шығыр мен топырақтан тұрғызылса, мұнда тастан қаланады. Тарбағатайда не көп, тас көп. Тауын айтпағанда Жалпақ даласында ат тұяғын сүріндіреді. Тастақ далаға өсетін селеудің үкісінің ұшы жебеден аумайды. Тұқым таратудың табиғи тәсілі. Бірақ ботаникаға мысал ретінде келтірілмеген. Онда оқулықтың бәрі орталықтан бақыланып, орыс тілінен аударылатын. Олар қазақ даласының жусаны мен селеуіне жоласын ба. Оқулыққа енбесе де Ақсуат жақта ақтық шабамыз деген тұрақты тіркес бар. Басы піскен селеуді шабуды білдіреді. Пішен дайындау науқаны осыдан басталады. Бірақ өнімсіз тірлік болса керек. Өйткені селеу құрақ сияқты қалың өспейді. Шалдың сақалындай селдір боп шығады. Кеңес тұсында жанармай жеткілікті, тіпті артығын сайға төккенін көрдік. Көкен қарт бұларды әлі осының кесі ұрат деп зарлаған. 90-шы жылдардың ортасында айтқаны келді. Бөшке атаулыға сыймаған жанармайды сайға төгу жоспарлы саясаттың кесірі. Керексіз болса да бөлінгенді алуға тиіссің. Трактормен құрал сайман ат көпір, сондықтан әй-шайға қарамай, шаңды бұрқыратып отырып, қырдың селеуін шауып тарақтап, жинап буып алатын. Іргелі шаруашылықтар ыдырап, нарықтық қатынастар басталған соң, ақтық шабусыз қалды. Өйткені пайдасынан шығыны көп. Берде көрдік,
дала тыныс алыпты. Сетіней бастаған селеу ұйысып өсетін бопты. Бірақ селеуі толқып тұруға тиісті даланың денесіне түскен жараның орнындай қап-қара боп әр тұста арамшөп қаптаған аңыздар жатады. Сол жоспарлы саясат уақытының басқаларға жоспар бойынша астық еккізген, бізге де жоспар бойынша қой баққызған жылдардың қазақ жеріне қалдырған белгісі. Не керек? Кеңөріс қой өсіруші комсомол жастар бригадасы құрылған күні бізді Жіңішкедегі совхоздың қырманына жинады. Жартайдай орақтаға механизаторлармен бірге тұрдық. Келесі жылдың жазында бригадаға арналған құрастырмалы, іші қалың киізден, сырты су өтпейтін палаткадан жасалған, қаңқасы ағаштан тұратын шағын екі терезе, бір есікті, едені ағаш, ішінде темір пеші, пештің мұржасына арналған ойығына дейін дайын баспана берген. Бұл жайлау мен күзеуде көшіп жүретін малшыларға қолайлы құтқан екен. 4 дөңгелегі бар, тракторға тіркеп кете бересің. Оған дейін қайда? Жаңбырлы күз, боранды қыс, ит құсты көктем алда тұрған. Механизаторлардың мекенінде уақытша отырғанымызда жетекшіміздің киіз үйі қырманның етегінде. Ерте тұрып, жылы бөлмелерде пышылдап ұйықтап жатқан бізді оятуға келеді. Алғаш көргенде қатты таң қалдық, жалаң аяқ жүреді. Киіз үй мен қырман арасындағы қияқ пен өлең шөпті кешіп келеді. Қыркүйек айындағы түн салқын ғой, қияққа қалың шық түсетін. Бұлайға адам етіксіз жүре алмайды. Мына кісі аяққа етік тұрмақ кебіс сұққанды білмейді. Кейін оқуға түсіп көзіміз ашылған соң бірнеше кітаптардан оқыдық. Адам таңғы шықты кешіп өмір сүрсе ауырмайды екен. Сонда Төлеужан Тоймұхамбетовтің 2 жылда бір рет жөтелмегені есімізге түсті. Бірақ шұқшиып кітап оқығанын және көрмедік. Адамзат жиды дейтін білімнің талайы даланың даналығында жатқаны талассыз шығар дейсің мұндайда. Жаз бен күзді жалаң аяқ өткізетін аға қыста керзі етік кие салады. Егер ішінен жүннен тоқылған ұйық киіп, жылу шұлғау орамасаң, Ақсуаттың ақырған аязында керзі етіктен еш пайда жоқ. Кішірек кезімізде ондай етікпен конькиден бетер сырғанайтынбыз. Жетекшіміз қыста помази шұлғау мен жүннен тоқылған ұйыққа әуре болмастан керзі етікті қоңылтаяқ суға салады екен. Біз қойдың жүнінен қарпылған қалың пиманы шұлғауымен кигеннің өзінде бір аяқты екіншісіне соғып дірдектеп жүретінбіз. Жасы 50-ді еңсерген шопанның шыныққан болмысына қызықтық, бірақ ол кісідей бола алмадық. Қыс бойы есікпен төрдей қарайғыр мінетін төкеңнің керзі етіктің сөгіліп кеткен жұлығынан жылт-жылт етіп көрініп қалатын өкшесі ешбір кинода жоқ эпизод. Ойдан шығарылатын киноңыз өмірде көргенімізді қайталай алмай жатыр. Жалпы 20 ғасырдың 30 жылдары кеңес мамандары Қызыл армияны жабдықтау үшін ойлап тапқан керзі етік Ақсуаттағы 3 кереметтің бірі ретінде мойындалған. Әлемде 7 керемет болса, Ақсуатта 3 керемет бар. Біріншісі керзі етік шопан малға, механизатор егіске, мұғалім мектепке, совхоз директоры аудандағы бюроға кие береді. Екінші кереметі УАЗ автомашинасы. Таудыда, батпақтыда, Семейдің көшесінде сонымен шарлап жүргені. Үшіншісі зоотехниктердің асқазаны. Әр шопанның үйінен 2 жартылық арақ ішіп, бір қойдың етін жеп жүре береді. Қаншалық қалжыңмен әсірелеу болғанымен, әр жағында шындық жатыр. Өз тарапымыздан 4-ші кереметті қосар едік. Ол Ақсуаттың қара қойы. Кеңес жылдарындағы ауылдың валютасы. Біреу қайтыс болса, әкей сол үйге қой апаратын. Атамыз Олжай өлгенде біздің қораға 20-30 қой кірген. Тойға да солай. Тіпті қалаға баратын шалдар ақша ұстамай, қара қойын жетелеп жолға шыға беретін. Құйрығы тегенедей, айшық мүйізді сегімен қошқары, арқар сияқты ырғып тұратын қара қойдың қадірі бар заман еді.
Күзге қарай бортына шағын футбол ойнауға болатын жүк машиналарының керуені Семейдің ет комбинатына айлап тасып жататын. Тарбағатай төсінде қазақы құйрықты қойдың ғана өсетіні туралы әңгімені бір мысалмен шегелей кетелік. Қой бағамыз деп құлшынбаған, мына бастама көтерілмеген Үштөбе атты бөлімшедегі 8 жылдық мектепте оқитын кезіміз. Қыс ортасында бәрімізді сабақтан қалдырып, қойдың үстіндегі селеуді тергізсін. Сөйтсек, сол жылы жүннің жоспарын қатырып тастау үшін шаруашылыққа бірнеше отар биязы жүнді ақ қой берілген екен. Олар қыс ортасында тегіс қотырға шалдыққан. Қотыр болатын себебі терісіне селеудің тікені кірген. Қой қозғалған сайын қалың жүн арасына дендей беретін селеудің ұшы ақырында теріге тіреледі. Биязы жүнді қойдың терісі өте жұқа, селеудің өткір ұшы оны тесіп кіреді. Содан соң етіріңдейді. Не керек, мектеп оқушыларын жұмылдырып, ақ қойдың жүнінің арасынан селеу тергізді. Бірақ нәтиже шықпады. Содан кейін Ақсуат өңірі қайтып биязы жүнді ақ қойға жоламайды. Жүні аз болғанмен терісі қалың, демек тон илеуге таптырмайтын, қаракесек еті дәмді, ал тығыршықтай қатты құйрық майы қанша асасаң жүрекке тимейтін қара қойын бағып қала берді. Табиғи сұрыптауға жетер ештеңе жоқтығын, оған эксперимент жасау қажетсіздігін сонда түсінгенбіз. Бірақ қара қойдың соңында 2 жыл салпақтаймыз деп оқушы кезімізде ойламаппыз ау.